Танымал әнші жайлы жылдам ақпарат. Сәлеметсіз бе қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Екі ұл, екі қызы бар Қайран Нұртастың жары 7-ші рет жүкті болды. Актриса тележүргізуші Жұлдыз Әбдікәрімова жүктілігіне қатысты ұзақ жазбамен бөлісті. Оның айтуынша бұл оның 5-ші емес 7-ші жүктілігі екен. Ол жайлы білмесем де, менің ағзам қабылдап өз процесін атқарып жатқанын сезбедім. Әрине сол сәтте сезбеу заңдылық, өйткені басымен біраз мәселе үйір болған кезең еді. Оған халық куә болды. Одан бөлек көпшілік білмейтін жеке мәселелерінде тағы бар. Әбден бекерге түстім, ішім алай дүлей. Сол сәтте жатырма жайғасқан бір түйір тамшы өз уақытында өз нәсібесімен келіпті. Құрсағымда соғып тұрған кішкентай ғана жүрекшем барлық түйіндерді шешіп жіберді деп айтсам, асылып айтқаным болмас. Өйткені өмірімде үлкен өзгерістер бастау алып, мен күтпеген, мүлдем ойламаған таңғажайып жайттар орындалды. Құдды бір киноның сценарийі тәрізді деп жазды ол. Актриса өзінің аяқ ауыр екенін алғашқы кездері мүлде сезбеген. Бұл жаратқанның маған берген ең ғажайып сыйы. Бергеннен берерім мол дегенді де мен сонда ғана түсіндім. Адам мұқтаждығын өзгеден емес, Алладан сұраса, Алла оның абыройын асырып, жоқ нәрсесін түгелдеп қояды екен. Әрине ниет таза, жүрегі түзу болса, бәрі өз орнына өз ретімен келеді екен дейді Жұлдыз Әбдікәрімова. Ол өзін құттықтап жатқан көпшілікке шын жүрегімен алғыс айтты. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.